Көктемі мен жазы түгілі күзі мен қысының өзі жаймашуақ жылы болып келетін өңірде туып өскендіктен бе қайдам, Майгүл Қолдас қызы Жаппарова ханым тым ерте есейді. Балиғат жасына жетер-жетпестен өзге қатар құрбыларынан ерекшеленіп тұратын, кеуде тұсындағы қосанары бұртиып, кеудесі бұлтиып, бозбалалармен желіккен жігіт желеңді еріксіз өзіне қарай тартатын. Сұлуға сұқтанбайтын жан бар ма? Оған сырттай ғашық болып, өздерінше меншіктеп жүрген үлкен-кіші көптін. Мұның үстіне әуелетіп ән салып, би билеп, жазу-сызудан да хабары бар болатын. Тіпті мұнысымен кішігірім ұжымдық жинақта да көрініп үлгерген. Бұл қыздың тым ерте есеуінің тағы бір себебі әкесі Қолдасын аты шыққан алқаштығын. Анасы Рахима жеңіл жүрісті жан еді. Ағасы Шерхан төбелестің түбін сүретін. Әпкесі Калима да жігіттермен сүйісумен олардың құшағына құлай кетудің хас шеберетін. Әрине, ойраны түскен отбасындағы аура мен пессимистік психологиялық ахуал бойжеткенді мына ғажайып өмірден бейтарап қалдырған. Соның әсері болса керек, ол кешқұрым мезгілде жігіттермен қыдыруды, аймалап өбісуді ұнататын, әрі онысын өзіне ерсі де көрмейтін. Ғашықтық пен жігіт құмарлық дерті бойын билеген бойжеткеннің бұл қылықтарын әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылмайтын. Арман қала Алматыдағы медицина академиясын аяқтап үлгерместен Көктөбені кезіп, төсегі рахатын көріп қалған қызды еріккеннің бәрі ермек ететін. Жоғарғы курста оқитын жылтыңбайлар мен алып қаланың қылтыңбайлары өздерінің үшкір найзаларын оның көлшігіне қайта-қайта батырып алудан әсте тайынбайтын. Ауылдағы ата-анасы мен аға, әпке бауырлары оны дәу доқтор болады деп пәруайлар пәлек болып жүрген. Бір жолы мынандай сұмдық оқиға болды. Сайлауға түсіп, бағын сынап көрмек болған дәудекей қапелімде Майгүлді кезіктіріп қалады. Бұл кезде ол аудандық ауруханада қатардағы қарапайым гинеколог дәрігер болып істейтін. Сайлауда өтсем өтермін, өтпесем кетермін деп жүрген Болат Мұсабековтің ойын кілт бұзылды. Түр-түсі келісті сұлуды Шымқаладағы қонақ үйлердің біріне шақырады. Оған қымбат көйлек әперіп, қолына сақина, мойнына трос, құлағына сырға салып, жатын бөлмесіне қарай сүйрей жөнеледі. Қапелімде есікті ішінен кілттеуді де ұмытып кеткен екен. Арақ-шараптан алшақтап қашпайтын, темекі тартудан тайынбайтын бойжеткен екеуі түні бойы әмпей-жәмпей болады. Шашы селдіреген, түр-тұлғасы шойын қап-қара дәу дөкей әппақ қардай аруды әбден мыжғыла безеді. Ол жыған жас қыздың көлшігіне малтыған мырза өзінің үшкір найзасын әрең суырып алады. Осы тұста бөлмеге кенеттен кіріп келген Мария мен Сейітжан беттерін басып бұрылып тұра қашады. Майгүл олардан қымсынып ұялсын ба, әппақ санын жалтыратып аңқылдап-саңқылдап төсектен әзер көтеріледі. Мені көрдіңдер ме дегендей қос қолын төбесіне көтереді. Иә, дәл сол жылы халық қалаулысы бола алмаған Болат осылайша қалың елді біраз шулатады. Алайда Майгүлдей майысып тұрған жас ойнас тоқал тапқан оның өз есебі түгелтін. Бәйбішесінен тығылып-сығылып жүріп, Нақсүйермен жиі жолығудың амалын табады. Таусылып бітпейтін іс-сапарлар мен той-томалақты желеулетіп, онымен ұшырасып жүреді, ойнайды, күледі. Әрине, олардың өзара не істегендерін бір Құдай ғана біледі. Сол Болат Қырғын деген керемет кітап жазып, онысын ұялмастан Майгүл бас дәрігер болып қызмет істейтін жүйке жүйелерін емдейтін ауруханаға да әкеліп тастайды. Байтал бастықтың айтқанын не кетпейтін мақұлбайлар әлгі кітапты жапа-тармағадай сатып алмады. Жиналған ақша авторитетті автор көңілдесіне шуба, пальто әпереді. Ауданды мүсе тұтпаған Майгүл облысқа қызметке ауысады. Әрине, бұған Болаттың облыс әкіміне жасаған бір ғана телефон соғуының септігі тиген. Алдымен наркологиялық орталыққа бөлім меңгерушісі болып орналасады. Мұнда ол Абдулла Мекенбаев деген бас дәрігердің қармағына түсіп қалады. Жылы жұмсақ диванға бір аунатып алғаннан кейін Майгүл оның жандық қуыршағына айналғанын өзі де сезбей қалады. Қысқасы, Айдулла жат десе жатады, тұр десе тұрады, қой десе қояды. Сөйтіп өзара әмпей-жәмпей болып жүргенде облыстық клиникалық ауруханаға бас дәрігердің орынбасары болып ауысқан Айдулла Нақсүйерін бірге ала кетуді ұмытпайды. Ол өзін медицина маршалымын деп санайтын. Әріптестері бұл екеуінің құпия тірліктерін бес саусақтай жақсы білетін. Алайда іш дерттері ішінде болып, ашық айтуға батылы бармайтын. Жиын тойларда бірге билейтін. Кездесіп қалса кәдімгі ерлі-зайыптыларда құшақтасып, сүйісіп сәлемдесетін. Көрген жұрт анау бір аяғын сындырып алған қағынған кәрі қақпастың мұнысы несі екен дейтін. Көп өтпесте Майгүл онкологиялық ауруханаға бас дәрігер болып барды. Барғаны құрысын білімді де білікті кадрларды ашықтан ашық қудалайды. Сөйтіп кәсіби дипломы жоқ,
басқа саланың мамандарын топырлатып қызметке қабылдайды. 3 әріптен тұратын құзырлы мекемеде істейтін біреудің інісін жұмысқа алып, оны өзіне орынбасар етіп тағайындайды. Қарсы келгендердің бәрінің апшысын қурады. Тіпті сонау бір кездері науқастың температурасын өлшеп, қалай укол салуды үйреткен ұстаздарын аямайды, отқа сотқа сүйрейді. Сондағы бар сенгені шаншуға өтпей қалған кәрі найзалы көкелері тұғын. Мұның бәрі де місе тұтпаған ол медицина қызметкерлерінің облыстық кәсіподағына төрайым болып сайланады. 1000 сан дәрігердің 99-ы ғана жақтап дауыс бергенімен, жиналыстың алқасында отырғандар өзге қарсыластарынан көп дауыс жинады деп төрайымдыққа сайлап жібереді. Қолына қоғамдық ұйымның мөрін ұстаған ол өзінше тыраштанып белсенеді. Медицина қызметкерлерінің арасында спартакиада, семинар, тренинг, флешмоб, сан алуан байқаулар өткізумен көзге түседі. Креативті басшы атанады. Тіпті өзі бір топ нақсүйерлерін жинап алып, Астана мен Алматыдағы телевизиялық байқауларға да қатысып қайтады. Оның бұлғылығын нағыз продюсер, шоумендерсің. Майгүлдің маңдайына мылқау, меңіреу, малқұбайлар жинала бастапты. Солардың бірі Өрік Малданов, ұшына шыққан жағымпаз, лауазым үшін қойнындағы қатына дейін сатып жіберетін сұмырай болып шығады. Байтал бастығының ыбыстық майғұйрығына кіріп алған ол өзін менсінбегендерді құйрықтай жөнелерді. Олардың сыртынан жамандап қызметтен қуады. Медициналық академияның ректоры Тоғанбай Маяшев пен облыстағы аса беделді партияның басшысы, халық қалаушысы Құлашбек Мәдібеков те Майгүлдің оттай ыстық құшағында қорғасындай балғып, тартөсекте терлеп тепшіп шыққандардың тізімінде тұр. Халық қалаулысының сенімді көмекшісі Рустам Байымбетов те көпті көрген келіншекпен бірге түнеу бақытына бөленген. Бұған Алматыдан ауып келген Әбит Мастанбеков тәрізді тағы біреуді қосыңыздар. Қысқасы, Майгүлдің айы оңынан туып тұрып, ақ деген алғыз, қара дегені қарғыз. Кез келген нақсүйер көкелерінің тілін тауып, көңілін көтеруге тым шебер-ақ. Қызметке өңкей байынан ажырасқан жесір, жеңіл жүрісті, теріс қылықтыларды жинап алып, ондайларға қажетсінгендердің қышуын қандырып жүргеніне мәз мейрам. Сондайлардың бірі жылдың үздік дәрігері ретінде алтын ине жүлдесін жеңіп те алған. Енді бұған күлесіз бе, жылайсыз ба, ерік өзіңізде. Неке тойы болмаған, үстіне ақ көйлек фата қолына ұстамаған Майгүл маймен көлеп жүріп бір емес 100 жігіттің, 100 емес 1000 мырзаның көңілін оп-оңай тауып та үлгерген. Кәдімгі 1000 бір түн хикаясындағыдай керемет күй кешкен. Ең алғашқы байы Серімбет Мұсаевтан Рабиға есімді қызы бар. Оны өзгелерге сіңілім деп таныстырып жүрген көрінеді. Одан кейінгі Булат, Айдулла, Құлашбек, Тоғанбай, Рустам, Әбит, біз біле бермейтін тағы басқалары тағысын сол сияқтылар толып жатқан сал серлері әбден сілікпесін шығарғаннан кейін бе, соңғы кездері сауық сайранға, жігіт аулауға кемірек шығатын көрінеді. Әйтпегенде ше, 40-тың қырқасына шығып, белі мен бұты бірігіп кеткен кәрі қаншықты қайтсын қасқалар. Жылмаңдаған 20 жасар бойжеткендер мен отбасын ойран еткен 30-дағылар тұрғанда, 45 ягодка опять деп өзін-өзі жұбатып жүрген жан кейде тобасына келгендей болады. Басына орамал тартып мешіт жағалайды. Онысы Алла тағаладан кешірім сұрағаны ма несі екен? Демократия демекші, әркім ойына келген істейтін, әркім қалаған адаммен жүретін, ойнап күлетін, тіпті түнеп алатын зымиян заманда Майгүл секілді маймылдан ауырақ жүріңдер мырзалар демекшіміз. Әйтпесе ол біріңді 8 жылға соттатып, енді біріңді тентіретіп, тезек тергізіп жіберуден әсте тайынбайтын тәлпіш. Мына ғажап өмірде махаббатта жолы болмаған, тойы болмаған қыз өзінің бар ашу-ызасын ащылау арақ шараптан, көк түтінді темекіден қала берді желіккен жігіттерге қылмаңдаумен ғана тояттағысы келген тәрізді. Айдың күннің аманында осындай адасушылардан сақтансын дейік ағайын. Мектеп кезінен жүріп жүрген жігітім әскерге кеткен. Барған соң екеуміз үйленеміз деп хат жазып, екеуміз уәделесіп қойғанбыз. Бірақ туған жеңге бір құда баласымен таныстырып арамызға түсті. Менің жігітім бар, маған уақыт құртып әуре болма деп айтып, екеуміз бірінші таныстықтан соң қоштасып кеткенбіз. Бірақ ол 2 күннен соң алып қашты. Аяқ асты танымайтын жігіттің жары боп шыға келдім. Шынымды айтайын, күйеуімнің түрі маған дымынаған жоқ. Менің қиялымдағы адам басқаша болатын, бойы да кішкентай. Оның қасында мен сұлу үлпілдеген жас едім. Өзімді оған қимай қит етсе, мен саған амалсыздан тегем, ұнатпағам деген сөздерді көп айттым. Содан ба ол бірте-бірте мені қызғанып, үйде ұрыс-керіс көбейе бастады. Оған қоса адуынды енем бар. Қит етсе мені жамандап, қатының сылаңдап, айнаның алдынан шықпайды деген сөзді қосып, күйеуімді қайрап қоятын.
Уақыт өте көшеде өзімен өзі кетіп бара жатқан еркек көрсе, мынау саған келіп кетіп бара жатыр ма деп көрінгеннен қызғанып, жұдырық ала жүгіретін болды. Ақырында ішімдікке салынып, берекеміз кетті. Мен сенімен тұра алмаймын деп киім кешегімді жинап, әке шешеме, күйеуім мен енемді жамандап, төркінімен қайтып бардым. Ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деп, мамам марқұм құшағын жая қарсы алды. Бірақ ағам мен ініме менің қайтып келгенім жақпады. Жеңгем мен келінім де көзім ала бере өзара сыпсыңдап бөтен екенімді кәдімгідей сездіретін. Шешем, жеңгем, келінім бәріміз бір үйде тұра алмадық. Әсіресе үш үйдің балаларының басы піспеді. Ақырында қаладан пәтер жалдап, 2 баламмен көшіп кеттім. Өз арбамды өзім сүйрегенім жөн деп шештім. 2 баламен қалада өмір сүру оңай емес екен. Ай сайын пәтерақы деген келеді де тұрады. Аттап басқаның ақша, бәрі сатулы. Түн ішінде 2 балама білдірмей көп жылайтынмын. Енем мен күйеуімнің ұрысынан қашқаныммен өмірдің қиғындығынан қашып құтыла алмайтынымды жақсы түсіндім. 2 жылда 4 пәтер ауыстырыппын. Қарап отырсам, енді жайғасып көңіл жайлана бастағанда келесі айда пәтердің ақшасы көтеріледі дегенде естейсің. Амал жоқ, арзанын іздеп, әркімнен қалған қырғоңды жуып шая беруде қажытып жібереді шыны керек. Жалғыздық жанға батады екен. Әсіресе көпшілікке қосылғанда қатты сезіледі. Туыстардың тойына бара қалсаң, күйеуі бар сіңілдерімнің абырой беделі менен биік, ал мен елеусіз бір шетте қалып кете берем. Сол себепті көпшілікпен араласуды да шектедім. Өмірдің мәні қалмағандай, осымен бар қызық біткендей жынданып кете жаздадым. Бір күні құрбым үйге жылап келді. Байым ұрды, сөйтті, бүйтті деп жамандады. Мен осы уақытқа дейін оларды ең керемет отбасы, бақытты жандар деп сырттай қызығып жүруші едім. Мынауына таң қалдым. Солай сіңілдерімнің өмірлерін іштей зерттедім. Қарап отырсам, ешқайсысының байы оңып тұрған жоқ. Бірі тойда ішіп алып маймыл болады, біреуі көпшіліктің көзінше әйелін шешесінен сыбап масқара етеді. Үшіншісі жатып шер жалқау, идеал еркек көрмедім. Мыналардың қасында менің күйеуім тәп-тәуір екен ғой деп кетіп қалғаныма өкіндім. 10 жыл сайын тамыз айында балаларына мектепке қажетті киім-кешегін түгендеп беру үшін қалаға келетін. Ондай кезде үйге кіргізбей, өзім де шықпай балаларды сыртқа шығарып жіберіп отыра беретінмін. Бұл жолы ілесіп барып, тамырын басып көрмек болдым. Сөйтіп екеуміз балаларға киім әперіп, дәмханадан тамақтандық. 2 балам екеуміздің қатар отырғанымызға шын қуанып, ерекше көңілденіп кетті. Сонда да бірге болайық деп айтуға көкірегім жібермей отырдым. Кеш түсе бастағанда ол бізді үйге әкеп тастады. Үлкенімнің есі кіріп қалған, ал кішісі әкесін ерекше жақсы көретін. Папа, біздің үйге бір күн қоншы деп жыларман болды. Сол түн екеуміз көп сөйлестік. Екеуміздің қателік жасағанымызды түсініп, балалар үшін қайта қосылуға шешім қабылдадық. Ертеңіне көлік жолдап бізді ауылға көшіріп әкетті. Арада біраз жыл өтіп кетсе де біздің ауылға келіп қайта татуласқанымызға ата-аналарымыз шын қуанды. Енем де баяғыдай емес мінезі жұмсарып қалыпты. Қазір менің қас-қабағыма қарап отыр, бірақ күйеуімнің бұрынғы әдеті қалмапты. Ол ескі әуеніне қайта басты. Той-томалаққа бара қалсақ, үйге келгесін міндетті түрде ұрыс айғай-шу шығады. Бетіме күле қараған адамның бәрінен қызғанып, арасында қол жұмсайды. Бірақ амал жоқ, осы өмірді өзім қалап қайта қосылдым. Енді ішім жылап тұрса да, сырт көзге бақытты жан секілді көрінуге тырысам. Балалардың мазасын алмас үшін күйеуіме ренжімеуге, жаман жақтарын көрсем де көрмегендей болып үнсіз қалуға тырысып бақтым. Бір сөзбен айтқанда, одан үнемі өзімді бір саты төмен ұстай бастадым. Баяғы тәкаппарлықтан мен сұлумын, сені сүймеймін деп кергейтін Салимадан жұрнақта қалмаған. Бұдан не ұттым, бақыттымын ба жоқ па оны өзім де білмеймін. Байы бар деген атақты алдым. Бастысы осы. Мен ол кезде жасым 26-да болатымын. Үйленгем, 2 ұлым бар. Вахтовый методпен жұмысқа орналастым. Жұмыста әйел адам біреу ғана болатын, повар, жасы 51-де болу керек. Жолдасы қайтыс болған, 2 қыз, 1 ұлы бар. Қызы менімен жасты, ал ұлы 3-4 жас кіші. Ұлым бір рет көргем, повар келіншек томпақ болатын, үстіне футболка, бұтына үнемі жұқа лосина киіп жүретін. Лосинасы бұтына жабысып тұратын. Алдыңғы жағында алжапқышы болған соң особо ештеңе көрінбейтін, ал ең кигенде лосинасы бүкіл болмысын паш ететін. Мен көбіне іште қалатын болғандықтан оңаша көп қалатынбыз. Онымен итерісуді сол кездері ақ ойлап жүргем, бірақ духым жетпейтін. Бірақ күйеуі туралы, қырындаған еркектер туралы көп айтатын. Бір күні столовыйда отырғанымда өзінің белі ауырып тұрғанын айтты.
Орнымнан тұрып белін жаймен сипап массаж жасап бергем. Көтенінде 1-2 айналып өттім. Сосын оған крем бар ма, бұдан да күштетіп жасап беретінімді айттым. Ол бар деген соң оның комнатасына өттік. Белін ашып крем жағып массажға кірісіп кеттім. Лосинасы мен трусигін қатарластырып 2 сантиметр төмен жылжытып қойдым. Кейін тағы сәл төмен түсірдім де, артынша футболкасын лифчиктің үстіне қарай көтердім. Қолымды трусигінің ішіне 1-2 рет апарып, көтеннің сығын сипап өттім. Кейін қайтадан жоғары көтеріліп, қолыма тіреліп қалып тұр деп лифчиктің артқы жағын ағытып жібердім. Әйел де қой деген мен арқаңа полный жасап беремін деп көндірдім. Арқасын аймалап жатып, екі жақ қолтықтың астында аймалап өтіп, емшектің жанынан тек саусақ ұштарын тигізіп өттім. Осылай бірнеше мәрте қайталаған соң, емшегінің екі жанынан қолыммен толық өттім. Ешқандай кедергі болмаған соң, крем жағылған қолымда сырғытып жөнеліп алақанға емшекті қапсыра құшып, ұшынан қысып жібердім. Осы кезде қой болмайды, баламдайсың ғой, бұл енді артық дегеніне, балам деп емес еркек ретінде қараңыз деп емшегінен қысуды жалғастырдым. Өзі қарсылық көрсетіп бастағанымен аңқылдап қоя бергенде кемтар емес екенін түсініп бұтынан киімін түгел шешіп алдым. Аузымен қойлап жатса да қолдар еш қарсылық танытып жатырған жоқ. Мен де шалбарым сыпырып тастадым да 4 тағандап тоңқайып тұрғызып уже суланып тұрған астына тығып жібердім. Астының тесігі кәдімгідей тар екен, бірақ суланып тұрған соң еркін кіріп шығуда аңқылдап жатыр. Bir кезде астынан су ағып кетті. Оның сиіп қойды ма деп көп итеріспейтін әйелдерде солай болады екен. Өзі солай деді. 10 минуттық арпалыстан кейін дәл сол позада астына ағызып жібердім. Ол сылқ етіп қисая кетті. 1-2 рет бітіріп үлгеріпті. Мен киімімді киіп жатқанда ол душқа кіріп кетті. Ал мен өз бөлмеме кеттім. 15-20 минут жатқаннан кейін қайта асханаға бардым. Артынан құшақтап қолымды астына тығып жібердім. Астына саусағымды салғанда асты соланып өзі ыңырси бастады. Дереу киімін төмен түсірдім де астына мүшемді тығып алдым. Осылай асханада 20 минуттай итерістік, аңқылда дөй түсті. Осы жағдайдан кейін ыңғайға келген жерде итеріп алып жүрдім. Бірде удай мас болып барып таңғы 3-ке дейін итерістік. Мен мас болған соң 5 сағаттық итерісте тек 2 рет бітіргенмін, ал оның үстінде бітіріпті. Үстіме отырып секіргенде кәдімгідей опыты бар екені көрініп тұр. Сөйтіп жүріп мен ол жақтан жұмыстан шығып кеттім. Bir күні келін ауруханаға қаратуға біздің қалаға келгенін айтты. Бірақ мен шақырған квартираға бара алмайтынын, келіннен қорқатынын айтты. Сөйтіп тек серуендеп келуге далаға шыққанда кездесіп шыдай алмай подъезде итеріп алғам. Қазір арамыз алшақ болған соң тек по телефону итерісіп жүрміз.